Баршаңызға сәлем, есімім Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге окрошка дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қияр, піскен жұмыртқа, піскен картоп, шұжық, көк жуа, укроп және айран, лимон қышқылы қажет болады. Және дәміне қарай тұз, бұрыш қоссаңыздар да болады. Піскен картопты тұсақтап, төрт бұрышты етіп тураймын. Негізі окрошканы әркім әрқалай жасайды. Және тураған кезде де әрқалай турап жатады. Сіз өзіңізге қалай ұнайды, солай турасаңыз болады. Мен барлық керекті заттарды төрт бұрышты етіп, ұсақтап тураймын. Жұмыртқаны турап жатырмын. Содан кейін шұжықты тураймын. Қиярды да ұсақтап тураймын. Және мен видеоның астына рецепті жазған кезде нақты керекті заттарды мөлшерлеп жазбаймын. Өздеріңізге қанша керек, солай мөлшерлеп жасағандарыңыз дұрыс. Видеоның астына не керек екенін нақты жазып қоямын. Барлық заттар төрт бұрышты етіп турадым. Енді үлкен ыдысқа барлығын саламыз. Туралған картопты, жұмыртқаны, шұжықты, қиярды, көк жуаны және укропты саламын. Барлығын салғаннан кейін кастрөлді шетке қойып, басқа ыдысқа 2 ас қасық қаймақ салам. Осы қаймақтың үстіне дәміне қарай тұз салам. Және жарты кішкентай қасық лимон қышқылын қосып, жақсылап араластырамын. Және осы қаймаққа 200 граммдай айран қосып, тағы да жақсылап араластырамын. Негізі окрошкаға горчица мен уксус қосып жатады. Мен қоспаймын. Егер сіздерге ұнаса, қоссаңыздар болады. Қаймақ пен айранды осы кастрөлге құйып, тағы да менде айран қалды ғой, сол айранды да қосамын. Су құямын. Мен кішкене окрошканың қою болғанын ұнатам, сондықтан суды көп мөлшерде қоспаймын. Жақсылап араластырамын. Және дәмін көріп, егер тұз аздау болса, дәміне қарай тұз қосыңыздар. Мен тұз қостым, себебі аздау болып қалды. Осымен біздің окрошка дайын. Өте дәмді болып шықты. Қазір ыдысқа құямын. Осы рецепт бойынша окрошканы дайындасаңыздар, видеоның астына комментарий жазып, қалай шыққанымен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға ас болсын.